Елордадағы Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінде аты аңызға айналған ауған соғысының ардагері қара майор Борис Керімбаевты еске алуға арналған және аталмыш оқу орны ректорының жүлдесі үшін бокстан студенттер арасында республикалық турнир жалауын желбіретті. Осымен 3-ші жыл өткізіліп жатқан турнирдің салтанатты ашылуына ауған соғысының ардагерлері мен танымал спорт саңлақтары Қазақ агротехникалық университетінің басшылары құрметті қонақ ретінде қатысты. Жалпы шаршы алаң бәсекесіне еліміздің бірнеше өңірінен 50-ден астам боксшы қатысып жатыр. Спортшылардың дайындығы жақсы, барлық спортшылар тыңғылықты дайындалып келген. Елімізден 5 қаласынан команда келіп отыр. Ақтөбе, Алматы, Нұр-Сұлтан қаласы, Павлодар, Петропавловск қаласынан және Нұр-Сұлтан қаласынан 4 университеттің студенттері қатысып отыр бұл турнирге. Жоғарғы салмақтағы боксшыларымыз жартылай финалдан сразу шығады, жартылай финалдан. Жеңіл және орта салмақтағы боксшылар бүгін басталды, боксасады бүгін. Жас боксшылар барлығы 8 салмақта мықтыларды анықтайды. Олардың арасында Қазақстан чемпиондары мен халықаралық турнирлердің де жеңімпаздары бар. Бүгін спортшылар 52, 57, 63 және 69 келілік салмақтарда шаршы алаң көрігін қыздырды. Нәтижесінде Сүйіндік Райымбеков, Азамат Абдрахманов, Сапармұрат Милбеков, Сергей Левкин, Сергей Путилов, Мұрат Тұрманбетов, Ахниет Әзімбай секілді боксшылар келесі кезеңге өтті. Қара майорды еске алуға арналған турнир 20 ақпан күні аяқталады. Бұл жарысқа Алла қаласа Болат Жұмадилов тренерім қатысуымен дайындалдым, бір айдай қатыстым, дайындалдым. Алла қаласа осы 63 келі салмақта өнер көрсетем бүгін. Осы жарысқа Алла қаласа бірінші орын алуда деген ойдамын. Алла қаласа Олимпиада үшін бағындырым келеді.